Алматы қаласында 2 мен 14 ақпан айының аралығында ұйымдардың қызметтік және спорттық қарумен оның патрондарын сатып алу, сақтау, алып жүру, есепке алу, беру, пайдалану жөніндегі заңнама талаптарын сақтауға, тексеруге бағытталған қызметтік қару жедел профилактикалық шарасы ұйымдастырылуда. Тексеріс барысында ерекше назар қару сақтауға арналған үй-жайлардың техникалық нығайтылуы, қару айналымы қағидаларының талаптарының орындалуы, бейне бақылау камераларының болуы және жұмыс істеу қабілеттілігінің анықтау. Заң бұзушылықтар анықталған барлық фактілер бойынша заңнамаға сәйкес жауапкершілікке тарту жөніндегі шаралар қабылданады.